Сәлем, вареники дайындап үйренеміз. Бұл қамыры жабыспайтын, созылмайтын, жыртылмайтын өте дәмді вареникилар. Ал бастаймыз. Біздер бірінші пюреміз дайындап аламыз. Ол үшін картопты суға пісіріп, үстіне доз бұрышымызды салып, есіп қоямыз. Одан кейін қамырымызға дозымызды, жұмыртқамызды салып, ысы қайнап тұрған, яғни кипяток десек болады, суды құйып, қамыр илеп аламыз. Қамырды илегеннен кейін үстіне сұйық майымызды құйып, дәл осындай жұмсақ қамыр илейміз. Бұны мешокқа салып, бөлме температурасына 15-20 минуттай қойып қоямыз. 15-20 минут өткеннен кейін, мінекей көріп тұрсыздар ғой, жұмсақ сондай қамыр шығады. Екіге бөлеміз, оның көмегімен жаямыз. Өте жұқа да, өте қалың да етпейміз. Вареникиға орташа етіп жайған жақсы. Мінекей осылай жайып аламыз, оны дөңгелетіп, қалыңдығы осындай болған дұрыс. Дөңгелетіп, кесіп шығамыз. Ал енді картоп езбемізді салып, жан-жағын жабыстырып, вареникаларымызды дайындаймыз. Сол аралықта суды қайнатып қоямыз. Мінекей дәл осындай болып шығуы тиіс. Ал енді вареникиміздің бәрін жасап болғаннан кейін қайнап тұрған суымызға аздап тұз салып, үстіне сұйық май құйып, вареникиларымызды саламыз. Барлық вареникимізді салып болғаннан кейін тек қана 1 минут қайнатсақ жарайды. Мінекей біздің вареникиларымыз дайын болды. Өте дәмді, қамыры езілмейді, формасын жоғалтпайды, дәл осылай шығады. Міндетті түрде жасаңыздар және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал, астарыңыз дәмді болсын.